Саламатсыздар ма студенттер? Мен Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің жылжымалы құрам бірлестігінің арнайы пән оқытушысы Мақсутова Гүлжайна Тегінғалиевна. Жылжымалы құрамның энергетикалық қондырғылары пәні бойынша бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы төрт тактілі дизель құрылғысының құрылысы және жұмыс принципі. Сабағымыздың мақсаты төрт тактілі дизель құрылғысының құрылысын түсіндіріп, жұмыс жасау принциптеріне түсінік беру. Алдымен, жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын, үй тапсырмасы сұрақтарын қарастырып өтсек. Үй тапсырмасы сұрақтары: Т33А 2Т10МК тепловозының жалпы құрылымы. Екінші сұрақ: ЖЭВО, ЖТФТЛ, іште жану қозғалтқышының қызметі. Үшінші сұрақ: іште жану қозғалтқыштарының жұмыс жасау принципіне қарай бөлінуі. Т33А 2Т10МК тепловоздарының жалпы құрылымына келетін болсақ, Т33А тепловозы Астанада акционерлік қоғам локомотив құрастырушысы заводында шығарылған. Асинхронды берілісі бар, 1 секциялы, 6 білікті ЖЭВО дизель қондырғысы бар жүк тасымалдайтын магистральды тепловоз. 2Т10МК тепловозы 1997 жылы Алматы және Батыс Қазақстан темір жол басқармалары 2Т10М тепловоздарына General Electric G фирмасының номиналды қуатты және үйлесімді генераторымен жабдықталған ЖТФТЛ дизель қозғалтқышын қондырып жасап шығарды. Елімізде пайдаланылатын Т33А 2Т10МК магистральды жүк тепловоздары болып табылады. ЖЭВО, ЖТФТЛ дизельдері отынның ішкі химиялық энергиясын сақиналы валдың механикалық айналу энергиясын айналдырады. Дизельдер 4 тактілі, 12 цилиндрлі, В тәріздесі орналасқан, газотурбинді үрлеу ауасының салқындатқышы бар, экологиялық стандарттар талаптарын ескере отырып, General Electric компаниясының мамандарымен дайындалған іштен жану қозғалтқышы болып табылады. Іштен жану қозғалтқыштарының принциптеріне қарай негізінен 4 және 2 тактілі қозғалтқыштар болып табылады. Бүгінгі жаңа тақырыбымызда 4 тактілі дизель құрылғысының құрылысы және жұмыс принципімен танысамыз. Жаңа тақырып сұрақтары: іште жану қозғалтқышының анықтамасы, іште жану қозғалтқышының құрылысы, іштен жану қозғалтқышының жұмыс жасау принципі. Жылу қозғалтқыштарының кеңінен тараған түрі іштен жану қозғалтқышы. 4 тактілі дизель ауаның цилиндрге түсуі, жанармайдың араласуы және жануы, газдың кеңеюі, сонымен қатар цилиндрден шығарып тастау жұмысы поршынның 4 жүрісінен, яғни тактісінен анықталады. Сондай-ақ, іштен жану қозғалтқышы деп газды турбинадан немесе поршынды қозғалтқыштың ішкі камерасына сұйық тәріздес отынның жануы әсерінен пайда болған жоғарғы температуралы газбен жұмыс істейтін жылу машинасын айтады. Ал такты дегеніміз жұмыс істелетін, яғни жұмсалатын жұмыс процестерін білдіреді. Іште жану қозғалтқышының құрылысына келетін болсақ, поддон, картер, цилиндр, ауаны енгізу клапаны, цилиндрлерге отынды беретін форсунка, жұмсалған газды шығаратын клапан, поршын, шатун, кривошип және валдан тұрады. Поршын және валдың жұмысы негізінен жоғарғы өлі нүкте, төменгі өлі нүкте арақашықтықтармен ерекшеленеді. Атмосферадан ауа келу, цилиндрге түсу, сығылу, созылу линиясында жанып болу инерция күші арқылы орындалып, шығару клапан арқылы жұмсалған газ шығады. 4 тактілі дизельдердің құрылысы екіге бөлінеді.
жылжымалы бөліктері және жылжымайтын бөліктері болып, жылжымалы бөліктеріне иінді білік, поршын, шатун жатады. Жылжымайтын бөліктеріне блок, цилиндр, поддон, рама жатады. Иінді білік дизель бөлігінде жанатын газдың қысымының айнымалы әсері және айналу моментінің инерциясы күш түсіреді. Шатунды иінді механизмі дизеліндегі поршынның жоғары төмен қозғалуымен иінді біліктің қозғалысын айналымға келтіреді. Дизельдердің жылжымалы детальдары поршын, шатун, кривошип, вал, шарнир көмегімен бірігіп, шатунды кривошипті механизм бөлігін құрайды. Дизельдің негізгі құрылысы жылжымайтын элементтерден құрастырылған. Олар блок, цилиндр, поддон, барлық элементтер өзара тығыз қатты бекітілген. Себебі жанатын газдың қысымымен қозғалатын бөліктердің инерциялық күшіне қарсы тұру қажет. GTFTL GEVO дизельдер цилиндрларының орналасуы V түрінде 45 градус сәйкестікте орналастырылған. Іштен жану қозғалтқыштарының олардың теориялық термодинамикалық цикліне кіретін екі негізгі жұмысшы процестер бар. Атап айтқанда, отынның жануы, жылу беру және жану өнімдерінің жылу энергиясының механикалық жұмысқа айналуы, газдың кеңеюі, ауысуы бір орында жүзеге асырылады. Жұмысшы цилиндр ішінде қозғалтқыштың қозғалмайтын цилиндрі, картер, поддонмен бірігіп, дизель остовы деп аталатын бір бөлікті құрайды. Төрт тактылы іште жану қозғалтқыштың жұмыс жасау принципі. Бірінші тактіде ауа толтыру. Дизельдің поршыны солдан оңға қарай жылжығанда өткізгіш клапан ашылады, атмосферадан ауа цилиндрге түседі. Сығымдаушы жоқ дизельдерде цилиндрдің ауамен толу процесі ондағы ауаны сирету арқылы жүзеге асады. Екінші тактіде сығымдалу болады. Поршын оңнан солға қарай жылжиды да өткізгіш клапан жабылады. Цилиндрдегі ауа қысылады, сығымдалады. Ауаның температурасы 500-ден 750 градус Цельсия, ал қысымы 5-7 мегапаскальға көтеріледі. Қозғалтқыштың қозғалыс принципімен сығылған ауа көлеміндегі отын жанған кезде цилиндр қабырғасы мен поршын түбінде жанатын газ пайда болады. Үшінші тактіде газдың кеңеюі. Поршынның бұл жүрісінде жанармайдың жануы іске асады. Яғни отын жанып бітеді. Қысымы 8-ден 13 мегапаскальға, ал температурасы 1750-ден 2100-ге көтеріледі. Яғни цилиндрдің тазалануына себеп бола алады. Төртінші тактіде газдың шығарылуы. Поршын оңнан солға қарай жылжиды жүреді, шығару клапан ашық болады. Яғни цилиндрден жұмсалған газ атмосфераға шығарылады. Төрт тактылы іште жану қозғалтқыштың жұмыс жасау принципін термодинамикалық циклдің диаграммасы негізінде де қарастыра аламыз. Термодинамикалық циклдің диаграммасы секілді ПВ координатасында іштен жанатын қозғалтқыштың нақты циклін көрсетуге болады. Бұл диаграмма индикаторлы деп аталады. Компрессордың тепловоз дизелінің жұмыс процесі идеалды циклға аралас сәйкес келеді. Ондағы отынның бір бөлігі поршын қозғалмаған кезде жанады, яғни көлем тұрақты болғанда. Ал екінші бір бөлігі поршын орын ауыстырғанда жанады, яғни қысым тұрақты болғанда. Дизельдің жұмыс циклін қарастырған кезде
ол қысым мен көлем координатасында жұмыс циклінің диаграммасын береді. Дизель жұмысын электропневматикалық индикатормен немесе басқа прибормен бағалаған кезде, онда оралған индикаторлы диаграмма пайда болады. Онда цилиндрдегі қысым сақиналы валдың айналу бұрышына байланысты жазылып қалады. Бірінші фаза, екінші фаза, үшінші және төртінші фазаға бөлініп. Бұл жерде индикаторлық диаграмма бойынша екінші және үшінші фазаға берілген қысым 0,2-0,3 мегапаскальдан аспау керек. Бір цикл кезінде цилиндрдегі газ индикатор диаграммасында сығылу, созылу, жану линиясымен пайдалы жұмыс атқарады. Газдың үлкен мөлшерде жануы. Бірінші тактіде газдың жанудың кешігу периоды неғұрлым көп болса, жану шағы пайда болғанша цилиндрге отынның берілуі соғұрлым көп болады. Екінші тактіде жанудың бастапқы жану кезінде сығылу камерасында бос оттегі көп болады. Сондықтан жалын сығылу камерасының барлық көлеміне тез тарап, интенсивті түрде жылу бөліне бастайды. Және көлем тұрақты болғанда қысым тез арада жоғарылайды. Үшінші тактіде жануды жалғастырады. Екінші және үшінші фазаға берілген отын жанады. Отын тамшылары жанғыш заттарымен қамтамасыз етілген ортада болады. Сондықтан оның жану интенсивтігі төмендейді. Төртінші тактіде отынның созылу линиясында жанып болу қозғалтқыштың салмақ түсіруі төмендегенде жанып болу периоды да төмендейді. Отынның жанып болуы өңделген газ температурасының үлкеюіне әкеліп соқтырады. Бірінші тактіде сору клапан ашық болады, екінші және үшінші тактіде екі клапанда жабық болады, төртінші тактіде шығару клапан ашық болады. Дизельдер цилиндрлерінің жұмыс істеу тәртіптері бойынша механизмнің негізгі бөлігі, енді механизмнің құрылысының орындалуы дизельдің құрылыстық цилиндрінің орналасуына байланысты болады. Жұмыс процесі шатунды, кривошипті механизмнің қозғалтқышының жұмысы кезінде поршын цилиндр бойымен қайтарымды жұмыс атқарады. Соның салдарынан шатунды кривошипті механизмнің әсерінен вал қозғалысы айналымға келеді. Осының арқасында цилиндрдегі қысым тез жоғарылайды. Ол поршынның орын ауыстыруына әкеп соқтырады. Осындай жанатын жылу энергиясы цилиндрде механикалық жұмысқа айналады. Кейін кеңейту газдары цилиндрден шығару клапандары арқылы атмосфераға шығарылып, осылайша жұмыс жалғасады. Студенттер, бүгінгі тақырыбымыздың бекіту сұрақтарын қарастырамыз. Бірінші сұрақ: шатунды кривошипті бөлігіне қай бөлігі жатады? Шатунды кривошипті бөлігіне жылжымалы бөлігі жатады. Инді білік, поршын, шатун. Екінші сұрақ: төрт тактілі қозғалтқыштардың құрылысы неше бөлікке бөлінеді? Төрт тактілі қозғалтқыштардың құрылысы екі бөлікке бөлінеді: жылжымалы бөлік және жылжымайтын бөлік. Үшінші: төрт тактілі қозғалтқыштардың индикаторлық диаграммалары неше фазаға бөлінеді? Төрт тактілі қозғалтқыштардың индикаторлық диаграммалары төрт фазаға бөлінеді: ауа толтыру, сығымдау, газдың кеңеюі, жұмсалған газдың шығарылуы. Төртінші сұрақ: қозғалтқыштың жылжымайтын бөліктерін ата. Қозғалтқыштың жылжымайтын бөліктері блок, цилиндр, рама, поддон. Егер де сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болса, кері байланысқа маған келесі сұрақтардың жауабын тауып, көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, қозғалтқыштың қай тактіде орындап тұрғанын анықтап,
EduPage бағдарламасына жіберулеріңіз сұралады. Олай болса, үйге тапсырма жазып алыңыздар. Пегарев жылжымалы құрамның энергетикалық қондырғылары 233-239 беттер. Пойда тепловоздар 55-58 беттер аралығы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.